Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Таңжарқын бүгін үй жағдайында өте дәмді хот-дог әзірлейміз. Ең алдымен хот-догымыздың тоғашын булочкасын пісіріп аламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен тоқашымызды әзірлеу үшін қамырымызды илеп дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызды аламыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, тұзымызды, шекерімізді және жұмыртқамызды қосып, тұзымыз бен шекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алдым. Енді үстінен ертіп алған сары майымызды құямыз. Араластырамыз. Ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді електен өткізіп дайындап алған ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың барлығын бірден қоспаңыздар. Ұнымыздың бір бөлігін қосып, венчигімізбен жақсылап араластырып алдым. Екінші бөлік ұнымызды қосып, венчигімізбен араластыру қиын болғандықтан венчигімізді алып тастап, қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Осылай үшінші бөлік ұнымды қостым. Енді қамырымызды бір келкі қылып илеп аламыз. Басын біріктіре отырып, артық ұн қоспаңыздар. Хот-догымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай қамырымызды илеп, басын біріктіріп алғасын, бір ас қасық толтырып сұйық май қостым. Булочкамыздың қамыры сонда жұмсақ, әдемі болып шығады. Осылай басын біріктіріп, қамырымызды әдемі қылып илеп, бетін жауып, ашытуға қойып қойдым. Бір жарым сағатта қамырымыз ашиды. Менде 1,5 сағатта қамырым ашыды. Осылай керемет болып көтерілген. Енді қамырымызды ыдысымыздан шығарамыз. Оны сепсеңіздер де болады. Негізі қамырымыздың құрамында май болғандықтан жабыспайды. Осылай қамырымызды ыдысымыздан шығарып, бөліктерге бөлеміз. Осылай бөліктерге бөліп, мен 100 граммнан өлшеп алдым. Өлшеу міндетті емес. Егер сатуға бір келкі болғанын қаласаңыздар, хот-догтың өлшеп жасаңыздар. Мен осылай 100 граммнан өлшеп алдым. Осы рецептпен 10 дана булочка шығады тоқашымыз. Осылай қамырларымызды бөліп, дөңгелектеп дайындап аламыз. Осылай дөңгелектеп дайындап алдым. Енді бетін пакетімізбен немесе шашығымызбен жауып, 5 минутқа демалдыруға қоямыз. 5 минуттан кейін қамырымызды алып, оқтауымызбен жаямыз. Осылай оқтауымен жайып алдым. Қамырымызды енді бір шеттен жинаймыз. Осылай жартысына дейін жинап, екінші шеттен тағы да жинап, осылай булочкамыздың формасына келтіреміз. Ұзынша етіп, осылай формамызға келтіріп алып, тәтті тоқаштарымызды формамызға қоя береміз. Екінші қамырымызды да алып, жайып аламыз. Осылай қамырымды жайып алдым. Енді жинаймыз. Бір шетін жинадым. Енді екінші шетінде осылай жинап, біріктіріп, қамырымызды әдемілеп, осылай формаға келтіреміз. Осылай барлық қамырларымды дайындап алдым. Енді бетін жауып, көлеңқамызбен 10 минутқа көтерілуге қойып қойдым. Булочкаларымызды көтерілгенше бір жұмыртқамызды алып, үстіне шекерімізді жарты қасық және жарты қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, булочкамызға жақсаңыздар, жылтырап, қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шығады. Осылай 10 минуттан кейін жұмыртқамызды жағып алдық барлығына булочкаларымыздың. Осылай жағып алдым барлық тоқаштарымызға. Үстінен күнжітімізді сеуіп шықтым. Осылай күнжітімді сеуіп,
Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Осылай булочкаларымыз пісіп шықты, қып-қызыл әдемі болып. Мен сосисканың осы түрін пайдаландым. Халалы сосискамызды сковородкамызге майымызды құйып қуырып аламыз. Осылай екі бетін аудара-аудара қып-қызыл қып қуырып алдым. Осылай қып-қызыл әдемі болып шықты. Булочкаларымыз да пісіп шықты, суы да өте жұмсақ болып шығады. Осылай тоқаштарымыз. Енді тоқашымызды алып, ортасын пышағымызбен бөлеміз. Ортасын осылай бөліп алдық. Енді кетчупымызды ортасына құйып шығамыз. Үстінен майонезімізді, чим-чим сәбіз салатымызды саламыз. Бір шетіне қиярымызды салып шықтым. Бір шетіне қызанағымызды, үстінен сосискамызды салып, үстінен майонез бен кетчупымызды осылай құйып алдым. Осымен керемет хот-догымыз дайын. Сіздерге екінші мәрте тағы да көрсетіп жатырмын. Тоқашымызды осылай ортасынан бөліп алып, кетчупымызды ортасына көп құймаңыздар. Ортасына кетчуп, майонезімізді қостым тоқашымыздың. Осылай қосып алдық. Енді ортасына чим-чим сәбіз салатымызды салдық. Бір шетіне қиярымызды, бір шетіне қызанағымызды, сосискамызды салып, бетіне кетчуп, майонезімізді қосамыз. Осымен кереметте үй жағдайында хот-догымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жанның көңілінен шығады. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Келесі видеода да қандай рецепттер күтесіздер, жаза кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.